баршаңызды бүгінгі ашылғалы тұрған қайта жаңғырып, күрделі жөндеуден өтіп, мемлекеттің қарауындағы балаларға арналған ғимараттың ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Облыс басшысы Серік Жамбылдың атынан құттықтауға рұқсат етіңіздер өздеріңізді. Енді осы тағдырдың тәлкегіне түскен әртүрлі қиындыққа ұшыраған балалардың мемлекеттің қарауында оларға жайлы, сапалы жағдай қалыптастыру ол мемлекеттің міндеті. Бүгінгі қайта жаңғырып ашылғалы тұрған ғимарат елдің игілігіне сол балаларды тәрбиелеуге қызмет етсін.